Саламатсыздар ма, көрермендер, оқушылар. Бүгін сіздермен юниорский олимпиаданың үшінші есебі теңсіздікті дәлелдейік. Бірден шешіміне кірсек, бізде x, y, z деген оң нақты сандар берілген дейді. Оң нақты сандар. Және осы теңсіздік орындалады дейді. Онда мин x плюс y, y плюс z, z плюс x кіші неместен 2 екенін дәлелдеңіз дейді. Мин дегеніміз не? Яғни мына 3 осы қосынды бар ғой. Солардың қайсысы ең кішкентай, соның кіші неместе тең екенін дәлелдеңдер дейді. Бұл жерде кішкене түсініксіз болуы мүмкін. Біз бұлай дәлелдейік. Осылардың хотя бы біреуі, яғни ең азından біреуі кіші неместен 2 екенін дәлелдейік. Сонда осы нәрсені дәлелдеген боламыз ғой. Осылардың біреуі кіші неместен 2 екенін дәлелдесек, олардың ең кішкентайы да кіші неместен 2 болады. Сондықтан біздің дәлелдеу керек нәрсе осы 3 нәрсенің, 3 қосындының біреуі кіші неместен 2 екенін дәлелдейміз. Олай болса, бәрі де үлкен 2 деп алайық. Кері жору әдісімен шығарайық. X плюс 2 үлкен 2 болсын, және y плюс z тоже ол үлкен 2 болсын. Z плюс x те 2-ден үлкен болсын. Онда дәлелдейік. Мына нәрсе орындалмайтынын дәлелдейік онда. Қалай дәлелдесек болады? Ол дәлелдеу қиын емес. Мынаны түрлендірейік. Сонда былай шығады. X плюс y плюс z үлкен еместен xy плюс yz плюс zx бөлінген xyz. Бізде xyz бірге тең. Демек, x плюс y плюс z үлкен неместен xy қосылған yz қосылған zx деген сөз. Мынаның орнына бір қойдық. Жоқ болып кетті деген сөз. Енді мына нәрселерді қолданамыз. Осы шартты. Енді бұл жерде бізге мынандай керемет бір теңдік көмектеседі. Осы теңсіздік бізде дұрыс қой. Соның екі жағын 2-ке көбейтейік. Сонда бізде мына нәрседе дұрыс болады. 2x қосу 2y қосу 2z үлкен неместен 2xy қосу 2yz қосу 2zx. Ал мына нәрсені біз бұлай жазаламыз. Мына нәрсені бұлай жазаламыз. xy қосылған yz қосылған yz қосу zx қосу zx қосу xy. Яғни мына нәрсені біз басқаша осылай жазаламыз ғой. Ал мына нәрсені байқауға болады мына жерде. Осы жерден әр үштіктен жақшаның сыртына мынаны шығарып жіберуге болады. Бірінші үштіктен y-ті шығарып жіберейік. Сонда y қосылған x плюс z болады. Екіншісі онда z көбейту x плюс y. Үшіншісі x көбейту y плюс z болады. Енді мына нәрсе бізде дұрыс, біз дұрыс келе жатырмыз. Енді біз алдық қошты мынау үшеуі де дұрыс болсын деп алдық. Үшеуі де дұрыс. Онда мынау неден үлкен болады? Мынау 2-ден үлкен ғой. Демек, мынау 2y-тан үлкен болады. Екіншісі, ол онда 2z-тан үлкен болады. Үшіншісі де, мынау үшіншісі 2x-тан көп болады. Онда бізде қарама қайшылық шығып кетті. Мына нәрсе үлкен мынау болып қалды.
яғни 2х плюс y плюс z ол 2y плюс 2z плюс 2x-тан үлкен емес қой. Бұл дұрыс емес. Яғни қарама қайшылық. Демек, не деген сөз? Демек, мына теңсіздігіміз орындалса, мынау да орындалса, мына үшеуі де бірдей бір уақытта орындалмайды екен, иә? Әйтпесе осындай қате нәрсе шықты, яғни қарама қайшылық. Демек, мына үш теңсіздіктің біреуі қате болу керек. Демек, мына үшеуінің біреуі кіші неместен 2 болу керек. Мысалы, мынау алайық. Мысалы, мынау кіші неместен 2 болу керек деген сияқты ғой. Үшеуінің кішісі кіші неместен 2 болу керек. И осылайша біздің теңсіздігіміз дәлелденді.